Халықаралық статистикаға сүйенсек, Қазақстан сыбайлас жемқорлық қоғамын деді. Оған қарсы пәрменді күрес жүргізудің арқасында еліміз кейінгі жылдары жоғары сатыға көтерілген. Әйткенмен бұл да мақтанарлық көрсеткіш емес, сондықтан індеттің ілгерілеуіне тосқауыл болу мақсатында агенттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес түрлерін жыл сайын күшейтіп келеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің негізгі бағыттарының бірі ол үшке бөлінеді. Бірінші превенция, яғни қылмыстың алдын алу, екінші жедел түрде қылмысты ашу және сотқа дейінгі тергеу болып есептеледі. Нақтырақ айтсақ, алдын алу деген қылмысты жасамауға бағытталған іс-шара. Оның ішінде ең бірінші халық арасында, қоғам арасында дәріс өткізу және де заңнамаларда болып жатқан қайшылықтарды анықтап, соған тиісті өзгерістер енгізуге ұсыныс енгізу. Сыбайлас жемқорлық қоғамға қауіп төндіретін, барлық саланың қарыштап дамуына кедергі келтіретін күрделі кесел. Мәселен, Алматы қаласы бойынша жыл басынан бері сыбайлас жемқорлық салдарынан мемлекетке 4 миллиард теңге шығын келтірілген екен. Бүгінгі таңда осы біздің өткен кезеңде Алматы қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен 94 қылмыс тіркеді. Оның ішінде 48-і оперативтік жедел түрде анықталған. Сонымен қатар бүгінгі түнде біздің тергеушілермен осы кезеңде 75 қылмыстық істі сотқа жолданды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жемқорлықтың алдын алу шараларын да күшейткен. Мәселен, мамандар әр аймақтың ерекшелігін ескеріп, облыс пен республикалық маңызы бар қалалар үшін жемқорлық тәуекелдері картасын әзірлеген. Айтулы картада мегаполис халқын толғандыратын 6 негізгі сала айқындалған. 6 сала белгіленген. Ол жер мәселесі бойынша, білім, денсаулық мәселесі бойынша, салық, кеден мәселесі бойынша көптеген 6 бағытта белгіленген. Сыбайлас жемқорлық көптеген салада тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмаған кеселдің бірі. Бұл мәселе дамушы елдермен қатар біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан мемлекеттің дамуына тосқауыл болғыңыз келмесе, немесе қауіпті әлеуметтік құбылысты айқындауға қолғабыс жасаңыз. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресу мақсатында мемлекет тарапынан азаматтар егер сыбайлас жемқорлық туралы фактілер хабарлайтын болса, мемлекет тарапынан сыйақы беріледі. Оның ең жоғарғы мөлшері 12 миллион 720 теңге құрайды. Бүгінгі таңда осы біздің департаментке 4 азамат хабарласып 2 миллион 800 теңге ақша бөлінді.